Ертеде ешкі құйрығы келдеде, аң мен құстардың ішінде ең әдемісі, сымбаттысы әтеш болды. Сондықтан ол өте тәкаппар екен. Жүріп тұрысы да маңғазданып, сылаңдай басады екен. Қоқыраяқта жүреді. Бірде-бір аңмен, не құспен сөйлеспей, жалғыз серігі Тотықұс болыпты. Тотықұс байғұстың үстінде жібіт үзу жөнді киімі де жоқ екен. Бір күні Тотықұс әлгі кербез әтешке келді. Досым, мен бүгін қонаққа баратын едім. Жөнді киімім де жоқ. Мына түріммен қалай барам? Мені сенің досым деп білетін ел мазақтайды ғой. Маған үстіңдегі әдемі киіміңді бере тұршы, деп қиылып жалыныпты. Әтеш досының сөзіне сеніп, үстіндегі әдемі киімдерінің бәрін шешіп беріпті. Сөйтіп Тотықұс жасанып тұрып киініп алады. Қай мезгілде келетінін айтады. Егер мен кешіксем, дауыстап шақыр. Келмей жатсам, тағы да шақыр, дауысыңды естейін, дейді. Сөйтіп Тотықұс әсем киініп тойға кетеді. Бірақ ол қайтып оралмайды. Әтеш оны естісін деп, үсті-үстіне шақырады. Ешқандай хабар болмайды. Содан күні бүгінге дейін Әтеш Тотықұс пен әдемі киімін іздеп, таң қылаң бергеннен күн батқанға дейін айқайлап шақыра береді екен.